Махаббат ертегісі 36 бөлім. Бүгінгі эпизодта өте сұмдық оқиға ашылады, яғни Перманның Илмаз әулетінен емес екені айтылады. Кафеде досымен Салих екеуі арақ шотқан Махир өзінің ішіндегі сырларын айтып жатыр. Ол қыз мені сүймейді. Мен оны қатты сүйдім, бірақ енді ол маған махаббатымды арнамаймын. Сезімім өшті деп күйіктен арақ ішіп өтті. Үйіне келген Куршат столдың үстін көріп таң қалады. Апа, сіз шынымен маған бала бастыңыз ба дейді. Апасы: иә, жарығым, өз қолыммен жасадым. Сен өйткені адал бала болып жатсың дейді. Ал мұнда шынымен де Куршат өзінің әкесін мен емес Борис өлтірген деп барлық шындықты айтып жатыр. Тіпті қызына да қосылуға да ұқсат берген екен. Осы кезде Махирдің телефонына анасы телефон соқты, бірақ Махир алмады. Екінші рет соққан кезде Жанпеза екен. Сен қайтасың, мен саған бара жатырмын дейді. Жоқ, келме десе де, таксидің ішіндемін, ақшам жетпейді, қай жер ертеген айтың, мен сол жерге барамын деп Махирді күтпеген жерден ізінен еріп тіпті іздеп келді. Ал мұнда үйде жалғыз тамақтанып отқан Асап мырза, тіпті оның Махирдің анасы да келді. Одан кейін әдеттегідей Гүлизар да келді. Гүлизардың Перманға өте қатысы бар, алдағы уақытта көрсететін болады. Әзірге шындықты ешкім білмейді. Ал мұнда Перман мен әйелі екеуі үйден бөлек кеткелі мейрамханада отырады. Екеуі суши деген нәрсені алғаш рет жеген екен. Тіпті қалай жеу керек, қандай қасықпен жеу керек екенін білмейді. Өте күлкілі. Таксиде келе жатқан Жанпеза күйеуім комиссар деп айтып қояды. Комиссар мырза, осындай теңге төлейсіз дейді. Сен не мен туралы бәрін айтып жатсың деп екеуі ұрыстап қалады. Екеуінің ұрысқандары өз күшті. Бәріне жайып салды. Тіпті комиссар екенімді, қалай үйленгенімізді, қалай табысқанымызды деп Махир жынданып тұр. Жанпеза да қалыспай. Осы кезде абайсызда Куршат өзінің досы Сабаштың қанша жылы қалай аман қалып тірі қалған барлығын сұрап жатыр. Сабашша Жанпеза мен Махирдің қосылуына не үшін рұқсат берген сұрап қояр емес, бірақ Куршат айтпады. Менде жұмысың болмасын, оны білуің керек емес дейді. Абайсызда Жанпеза су екен деп бір стакан арақты ішіп қойып, аузым ашып барадыр. Су тауып бер деп айқайлады. Осы кезде қаншама су ішсе де Жанпезаның мастығы тарқаған жоқ. Махир болса оған сөйлеп қояды. Сен не үшін мені іздеп келдің дейді. Үйде ешкім жоқ, мен тамақ іше алмаймын сенсіз дейді. Ал мұнда Сәлім өзінің өткен өмірін айтып жатыр. Сәлім жынды, Сәлім психопат деп не үшін? Өйткені менде қатыгездікті әкем үйретті. Менің ғашық болған қызыма әкем ұялмай үйленіп алды. Ол өте жас қыз еді. Ал ол қыз өзі жүкті болған кезде өзін атып өлтірді. Менің қатыгездігім содан басталды деп психологқа айтып жатыр. Мас болып қалған Жанпеза сықылықтап күліп, Махир екеуі ұрланып өз үйлеріне келді. Осы жерде келе жатқан кезде атасын көріп қалады. Атасы болса кемпіріне есікті аш, сөйлесуіміз керек дейді, бірақ кемпір есігін ашпайды. Соған күлген Жанпезаның аузын басқан Махир екеуі жас жұбайлар бөлмелеріне жүгіріп өтіп кетеді. Десе де аяқ киімдері қалып қояды. Махирдің анасы шығып, бұл кімнің аяқ киімі? Шахзаденің аяқ киімі деп қарап қойып күледі. Қой ұйықтайын, ертең берермін деп аяқ киімін алып қояды. Ал Махир болса, ендігі менің арманым Жанпезаның оларға өлім тілеп жатыр, бірақ айтпайды нақты кім екенін. Махир мен жан көзіне көрсетемін, оның көзін құртамын деп ашуланып, соңында психологты қуып жібереді. Кімге не үшін дегеніне тыңдамайды, психологқа кет деп айқайлап, сенің түріңді көргім келмейді дейді. Сәлімнің жалдаған адамы түн ішінде Махирдің көлігінің астына бомба орнатып қойды. Өйткені Махирдің көзін жойғысы келеді. Махир бәрінен бейхабар. Ол көліктің астынан ақырындап осылай бомбасын қойды.
ал Жанпейса шомылып алып енді ғана есін жиды. Ол Махирмен бірге жатамын деп ойлады, бірақ Махир әлі де Жанпейсаны ұнатпайды, жек көреді. Әлі де ашуы басылмаған сондықтан теріс қарап бөлек диванда жатты. Махир өзіне әлі де теріс қарап, тіпті бұрынғыдай ілтипат, махаббатын көрсетпеген Жанпейса жылап қалды. Қатты сүйді. Өткен қателік үшін қанша рет түсіндірсе де түсінбейді. Осы кезде Махирдің ілгегі түсіп қалды. Ілгегіңді қадап беремін деген Жанпейса оның кеудесіне инені ақырын тығып, өзінің өшін алып жатыр. Махир оған ақша берді және ол ақшамен такси жалдап, Жанпейса өзінің әке-шешесінің үйіне барайын деп жатыр. Таңғы асқа түсіп, тек атасы ғана шай ішіп отыр екен. Махир атасының қолын сүйіп, алғашқы күні жұмысқа баратынын айтты. Өте көңілді. Сыртта Жанпейса күтіп тұр. Ол таксимен мінем деді. Ал мұнда Махирдің көлігінде мина іске қосылды. Жалғасы бар.